Армысыздар қазақ елі. Біз бүгін қазақы тиымдар мен ырымдар жайлы айтатын боламыз. Белді таянбайды, себебі жақын адамы қайтыс болғанда жоқтау айтып жылаған әйел ғана белін таянады. Жақты таянбайды, қайғы қасіреттен әбден қажыған адам ғана жағын демеу етіп таянады. Жер таянып отырмайды, жақынынан айырылған адам ғана жер таянады. Бетті басуға болмайды, қайғы қасіреттен қажыған адам ғана бетін басады. Қолды тарақтауға, артқа қосырып жүруге болмайды. Бұл қолы байланған тұтқынды еске салатын жаман ырым. Белді босқа буынбайды. Өмірінде перзент көрмеген адам ғана белін босқа буынады. Тізені, табанды тартуға болмайды. Ауруға шалдыққанда ғана тіземен табанды тартады. Тізені құшақтамайды. Бұл ұрпақсыз қалдым, қу тіземнен басқа құшақтар қалмады деген жаман ырымды білдіреді. Жуған қолды сілкісе, ырыс несібе кетеді дейді. Адамға қарап қолды шошайту әдепсіздік болып саналады. Саусақты, қолды орынсыз ауызға салуға болмайды. Бұл да әдепсіздіктің белгісі. Аяқ қолды жіппен байлауға болмайды. Себебі бұл қол аяғы байланған тұтқынды еске салады. Басты шайқауға, тісті қайрай беруге болмайды. Жеке ауруына шалдыққан адам ғана осылай жасайды. Таңдай қағуға болмайды. Үй ішінде таңдай қаға беру жаманшылық шақыру белгісі. Біреуге қарап ерін шығаруға, үлкен адам алдында аяқты созып отыруға, адамға қарай түшкіруге, түкіруге, үлкен кісінің жолын кесіп өтуге болмайды. Бұл қылықтардың барлығы да әдепсіздік болып саналады. Құран оқығанда күлуге, оны жерге тастауға болмайды, өйткені ол киелі кітап. Кісіге қарап бейберекет күлуге болмайды, жеке ауруына шалдыққан адам ғана бейберекет күле береді. Адамға қарап керілмейді, әдепсіздік болып саналады. Жатқан кісінің үстінен аттамайды. Кемтар адамға күлуге болмайды, кемтар адамға күлсең өз басыңа келеді. Екі езуді керуге болмайды, себебі бұл әдепсіздік болып саналады. Құдайға тіл тигізуге болмайды. Тырнақты тістесе ырыс несібе кетеді. Сейсенбі күні үлкен іске кіріспейді, түнгі қонаққа мал сойылмайды, жаңа мекенге көшпейді, тіпті малды да санамайды. Қазақ халқында сәрсенбі сәтті күн болып есептелген, сондықтан барлық істі сәрсенбі күні бастайды. Түнде айнаға қарамайды, адам түнде айнаға қарағанда қатты шошынып қалуы мүмкін. Итті, мысықты, малды тебуге болмайды. Ер адам төрге қарап жүрелеп отырмайды, өйткені ол 40 адамның жолын бөгейді. Егер әйел жүрелеп отырса, онда 40 адамның жолы оңғарады. Ауылға атпен шауып келуге, үйге жүгіріп кіруге болмайды. Бұл қауіп-қатер не адам шығынының хабары деген жаман ырымға саналған. Егер сүйінші хабар болса, шауып келуге болады, бірақ сүйінші деп айқайлап келу керек. Қайғылы, қазалы хабарды естірткенде немесе жаназаға шақырғанда атпен шауып келіп шеткі үйге ғана хабарлайды. Ол үйдің иесі басқаларға хабарлауға тиіс. Кісі ақысын жеуге болмайды. Кісі ақысын жеген адам о дүниеде тозаққа барады. Жақын адамға мысық берме, аралары суып кетеді. Құлаған үйдің, мал қораның ішінде адам дәретке отырмайды, киесі ұрады. Жақын адамдарға пышақ, мылтық сыйламайды. Күн батар алдында ұйықтауға болмайды. Батар күнмен жарысып ұйықтаған жаман ырымға саналады. Адамның басы ауырады. Түн ішінде тырнақ алмайды, өйткені қол кесіліп немесе тамаққа тырнақ ұшып кетуі мүмкін. Тырнақ пен шашты баспайды, отқа тастамайды. Оларды адам баспайтын жерге көмеді. Кірдің суын басуға болмайды. Барлық жаманшылық кірдің суымен кетеді. Оны басу сол жаманшылықты үйіңе әкелгенмен бірдей. Басты маңдайдан бастап жуады, өйткені жақсылықтың барлығы адамның маңдайына жазылады. Таяққа сүйенуге болмайды, өйткені жағына қайтыс болған ер адамдар ғана таяққа сүйенген. Бейіт тұсынан шауып өтуге
бейітке қарап қолды шошайтуға, оған қарап түзге отыруға болмайды. Өтірік жылауға болмайды, ол қайғы қасірет шақыратын жаман ырым. Дәретханаға кіргенде сөйлеуге, күлуге болмайды. Дәретханаға сол аяқпен кіріп, оң аяқпен шығу керек. Бойындағы ауыртпалық дәретханада қалсын деп, сол аяқпен кіріп, жақсылықтың бәрі алдымнан жолықсын деп, оң аяқпен шығу жақсы ырымға саналған. Түнде су алуға болмайды. Адамға мылтық оқтануға болмайды. Шелектегі суға ауызды батыруға болмайды. Екі қабат әйелге түйе етін жеуге болмайды, әйтпесе ол баланы 12 ай көтереді. Егер ол 12 айда да тумайтын болса, бураның мойнына ақ мата салып, содан аттап өтуі керек. Жүкті әйел жеңіл босану үшін толғатқан кезде оған тиісті барлық сандықтар ашылып қойылған. Жаңа босанған әйел киіз үйге кірген итті қумайды, егер қуса, тістері түсіп қалады деген.